ғасырдағы қазақ поэзиясының жаңа түр, тың мазмұн байытқан ақиық ақын. Ірі мемлекет қайраткері, сарабдал жазушы, драматург, әдебиет зерттеушісі, республика қаламгерінің бетке ұстар беделді серкесі. Осыларға сал серілігі мен сирек ұшырасатын сымбаттылығы қосылып, көзінің тірісінде аңызға айналған қазақтың ірі тұлғасы, алаш қайраткері, яғни алаш қозғалысына едәуір бөлігі арналған, большевиктік көзқараста жазылған Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» романы жарық көргені бәрімізге мәлім. Білеміз, біз оны оқыдық. Яғни, осы тарихи туындыда қазан көтерілісі 1916 жылғы көтерілістен бастап, сонау бірнеше жылдық қазақи тарихы бар үлкен шығарманы бәріміз оқып, осы оқу жылында жыл бойы талқылағанымыз бәрімізге белгілі. Бұл шығарма тарихи, мемуарлық роман екені айқын. Бүгінгі сабағымызда осындай ерекше шығарманы талқылап, зерттеген, бір жылдық зерттеген жұмыстарымызды саралап, ортаға саламыз.